Қайырлы күн. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Египет пирамидаларының салыну жайында болмақ. Қазір мен сіздерге өзімнің әріптесімнің осы Египетке барған кездегі видеоларын сіздерге көрсетемін. Бірақ әріптесінің видеоларын көрсетпес бұрын сіздерге осы Египеттегі пирамидалар жайында біраз ақпарат беріп өтсем. Осы Египеттегі пирамиданы расымен де адам баласы салды ма, жоқ әлде өзге қауым өкілдері салды ма деген сұрақ туындайды. Әрине бұған нақты жауап беру өте қиын. Дегенмен де тарихи мәліметтер бойынша біз Египеттегі пирамидаларды 100 мың адам 20 жыл бойы салды деп жалпылама тарихтан білеміз, иә? Және де ол жерде бірнеше пирамидалар бар. Атап айтқан кезде Хеопс, Хефрем, Менкаура, Джосер перғауындарға арналған пирамида бар. Осылардың ішіндегі ең биігі Хеопс пирамидасы. Оны өздеріңіздер жақсы білесіздер. Және де бұл пирамиданың биіктігі бұрынғы кездері біз мектеп бағдарламасында оқыған кезде 150 метр, 147 метр деп өтетінбіз, иә? Қазіргі мәліметтер бойынша 138 метр деген мәліметтерді көріп қалып жатырмыз. Және де ол Египеттегі пирамиданың мысалға ең аз деген, ең кішкентай деген тастың салмағы 2,5 тонна. Ал үлкен тастардың салмағын мен айтпасам да түсінікті. Енді сондай алып тастарды жоғары қарай қалап құрылыс салу деген білмеймін. Кейде ойланып қалам, адам баласы осындай құрылысты қалай салады деп. Және де ең қызығы осы Египет пирамидалары қандай мақсатта салынды деген тағы бір сұрақ туындайды. Негізі тек қана осы перғауындарды жерлеу үшін ғана салынды деген ақпаратта кішкене ойландырады. Енді мен сіздерге осы пирамидалардың салынуына байланысты өзімнің мәліметтерімді тақтаға жазып көрсетейін. Ең бірінші сіздерге пирамиданың құрылысын шамалап болса да суретін салып қойайын. Енді бірінші мәлімет бойынша, тарихи мәліметтер бойынша пирамиданы 100 мың адам 20 жыл бойы салды дейді осы пирамидаларды. Бұл әрине тарихи мәліметтер бойынша 100 мың адам. Ал енді екіншіден, бұл пирамиданы кімдер салды деген кезде, бұл болжам. Бұл ешқандай дерекке жатпайды, болжам ғана. Өзге ғаламшарлықтар салды дейді. Яғни орысшалап оны біз НЛО дейміз, қысқартып. Үшіншіден, сіздер білесіздер, пирамидадағы ең кішкентай тастың өзінің салмағы 2,5 тонна. Ал үлкен тастардың салмағын мен айтпасам да түсінікті ғой енді. Сондықтан осындай тастарды үлкендігіне қарап, бұл құрылысты алып адамдар салды дейді. Бұл да болжам. Бұл да нақты дерекке жатпайды. Бұл да жалпылама адамдардың болжамдары. Алып адамдар. Енді бұл жалпылама пирамиданың салынуына байланысты дерекпен болжамдар. Ал енді пирамиданы қандай мақсатта салды деген тағы бір сұрақ туындайды. Енді бұл сұраққа жауап беретін болсам, бұл сұраққа бір нақты тарихи мәлімет бойынша және бір болжам бойынша мен сіздерге жазып көрсетейін. Енді біріншіден, енді бұл Египеттегі перғауындар жерленген жер ғой енді. Сондықтан перғауындарға арнап салынған деген тарихи мәліметтер бар. Сіздерге жазып қойайын. Перғауын. Енді екіншісі бұл болжам, яғни жақында ғана осы мәліметті мен әлеуметтік желіден оқып қалдым. Яғни осы пирамидалар ежелгі заманда электростанция қызметін атқару мүмкін еді. Электростанция. Енді менің болжамымды айтайын, кез келген мысалға адамдар өздерінің болжамдарын айтады ғой.
әлемде мысалға қанша ғалымдар осы пирамидаларды зерттеп жатыр, бірақ әрқайсысы әртүрлі болжамдар айтады. Енді менің жеке пікірім деп айтайыншы. Негізі менің ойымша бұл Египеттегі пирамидалар электростанция болған сияқты. Бірақ біздің адамзаттың емес, біздің алдымыздағы өркениеттің, яғни басқа қауым өкілдерінің қолданған электростанциясы болған сияқты. Менің жеке пікірімше енді. Неге десеңіздер, сіздер білесіздер, атақты өнертапқыш ғалым Никола Тесла деген ғалым естіген боларсыздар. Және де егерде Никола Тесланың жалпылама өмірі туралы, ашқан жаңалықтары туралы іздестіріп қарастыратын болсаңыздар, өте қызық негізі. Никола Тесланың телегішкасы дейміз, оны жасап шығарған, және де оны жасау барысында дәл осы пирамидалардың сызбасы негізінде жасаған негізі. Және де осы Египет пирамидаларының ішінде энергия бар деп жатады, және де ол энергияны қайдан алады деген кезде әрине ол планеталардан алады дейді, аспандағы. Әрине бұл да бір ғалымдардың айтып кеткен жаңалықтары ғой енді. Бірақ Никола Тесланың телегішкасы ол бос кеңістіктен энергия алмақшы болды. Бос кеңістіктен. Бірақ енді өкінішке қарай қаржылық қиындықтарға байланысты бұл құрылыс жүзеге аспай қалды. Кейін бұл құрылысты қиратып тастады, сонымен бұл құрылыс адамзат үшін құпия болып қалды. Және де осы Египет пирамидаларын әріптесім көріп келген болатын. Сондықтан сіздерге осы әріптесімнің видеосын көрсетуді жөн көріп отырмын. Інім ұланға Египет Қызыл теңіздің жағалауынан жалынды сәлем. Ұлан інім, саған деніңе саулық тілеймін, басыңа амандық. Үлкен жетістіктерге жете бер. Аман бол. Атақты пирамидалардамыз. Микреннің пирамидасы. Керемет құрылыс, жақыннан көргенде. Ең кішкентай тастар енді 2,5 тонна деген ғой. Тастар шынымен де қалай салып, қалай орнатқан десеш енді, қолмен осыны қашап. Шынында адамның осыдан біздің заманымыздан бұрын қосын 4,5 мың жылы шамамен қосын қалай мынандай тастарды қашап салды. Сол кезде техника дамыған кезде. Шынында да ойлап кетесің. Мүмкін бұлар бөгде планеталықтар, инопланетяндар салып берді ма деп мынандай тасты. Неше қатты тастар болсын, сонда қашап тұрпай. Ол кезде тасты қоламен, сондай темірді ойлап таппаған әлі. Қола құралдармен өндеген ғой. Шынымен де еңбек қой сонда қанша енді. Керемет жақыннан көрсең шынында. Аллаға сан шүкіршілік. Сфинкстің қалай салған десе ғой. Кірпіштен қалағанды тасты қойып жасап жартысына салған көрінді. Керемет құрылыс енді. Перауындардың ғибадатханасына түсіп келе жатырмыз. Жердің астына тасты қойып тұр жасаған. Жерленген ғибадатханасы бар. Ешкім алып кетпесін деп. Қанша тонна тас мы? Қанша тонна тас. Осының ішіне жерлеген ғой сонда. Тасты болып тұр жасаған осы. Что, просто хами стоит? Тасты қашап ойып тұрып жасаған.
тонна деген қанша тонна тас екен. Мынау бірінші қабаттағы үлкен зал, мүсіндер тұрған зал екен. Памятниктер бар, ескерткіштер, статуэттер бар. Керемет жасаған мұны, әрпер қауындық. Devdir. Ramzes екінші мен соңғы қойдым осы. Енді өздеріңіз видеодан көрдіңіздер, алып тастардың қалыңдықтарын көрдіңіздер. Тіпті ғибадатхананы мұқият мән берсеңіз, ғибадатханаға ол жердегі тасты ойып ішіне кәдімгі бөлме салып тастаған. Осыны адам баласы сала ала ма? Егер салатын болса, қалай салады? Осындай сұрақтар туындайды негізі. Сондықтан бұл сұрақтарға жауап беру өте қиын. Сіздердің ойларыңызша пирамиданы кім салды? Егер адам баласы салса, оны қалай салды? Міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.